Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай казинак дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қызып тұрған табада секер мен балды ерігенше дейін жақсылап араластыратын боламыз. Осындай сұйық консистенция пайда болғаннан кейін орехты 1-2 минут қуырып аламыз. Тақтайшаны алдын ала сулап алғаныңыз жөн, өйткені казинактарымыз дайын болған кезде оңай алыну үшін. Казинак жұмсақ кезінде осындай кішкене бөліктерге алдын ала кесіп алғандарыңыз жөн. Казинактарымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.